Hello dear children, my name is Aygeram and welcome to my lesson. Today I will explain to you present simple. Present simple ауыспалы осы шарт. Бұл сабақта сіздер present simple қай уақытта қолданылатынын білесіздер. Сонымен қатар present simple'дың жасалу жолдарын білесіздер. Және де present simple'да қолданылатын арнайы сөздермен танысасыздар. Және сабақ соңында өзіндік жұмыс жасалады. The use of present simple. Present simple'дың қолданылуы. We use present simple when we say about repeated actions. Яғни present simple'ды біз күнделікті қайталанып отыратын іс-әрекеттерді айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, he plays tennis on Mondays. Ол әр дүйсенбі сайын теннис ойнайды. The second, permanent states. Тұрақты іс-әрекеттерді айтқанда қолданамыз. Мысалы, he lives in Kazakhstan. Ол Қазақстанда тұрады. And the third, habits. Әдетке айналып кеткен іс-әрекеттерді айтқан кезде біз present simple қолданамыз. Мысалы, I have milk in the morning. Мен таңертең сүт ішемін. And the last, timetables. Яғни уақытқа байланысты іс-әрекеттерді айтқанда біз present simple қолданамыз. Мысалы, lesson start at 8:15. Сабақтар 8-ден 15 кеткенде басталады. The formula of the present simple in affirmative sentences, яғни present simple'дың болымды сөйлемде жасалу жолдары. Subject plus verb, яғни I, you, we, they plus verb. For example, I work, мен жұмыс істеймін. You work, сен жұмыс істейсің. We work, біз жұмыс істейміз. They work, олар жұмыс істейді. Алайда, she, he, it есімдіктермен абай боламыз. Себебі, she, he, it plus verb plus s. Яғни біздің етістігімізге s жалғауы жалғанады. For example, she works, he works, it works. Then, present simple in negative sentences. Present simple'дың болымсыз сөйлемде жасалу жолы. I, you, we, they plus do not plus verb. For example, I don't work. Мен жұмыс істемеймін. You don't work. Сен жұмыс істемейсің. We don't work. Біз жұмыс істемейміз. They don't work. Олар жұмыс істемейді. Алайда, she, he, it есімдіктермен абай боламыз. Себебі, she, he, it plus does not plus verb. Яғни біздің do көмекші етістігімізге біз s жалғауын жалғаймыз. For example, she doesn't work. He doesn't work. It doesn't work. Яғни ол жұмыс істемейді. Present simple in interrogative sentences. Яғни present simple'дың сұраулы сөйлемде жасалу жолы. Бірінші бізде көмекші етістігіміз do, содан кейін I, you, we, they plus verb. For example, do I work? Мен жұмыс істеймін бе? Do you work? Сен жұмыс істейсің бе? Do we work? Біз жұмыс істейміз бе? Do they work? Олар жұмыс істейді ме? Алайда, she, he, it есімдіктермен абай боламыз. Себебі біздің көмекші етістігіміз does. Does plus she, he, it plus verb. For example, does she work? Does he work? Does it work? Adverbs. Present simple мен қолданылатын сөздер. Always, әрқашан, sometimes, кейде, seldom, rarely, сирек, often,
жиі, usually, әдетте. For example, I usually wake up very early. Мен әдетте өте ерте тұрамын. He often eats apples for dinner. Ол кешкі асқа әдетте алма жейді. She doesn't usually go to cinema with friends. Ол әдетте достарымен бірге киноға бармайды. They don't like spiders. Олар өрнекшілерді ұнатпайды. Do you do your homework? Сен үй жұмысын орындадың ба? Yes, I do. Does she sleep a lot? Ол көп ұйықтайды ма? No, she doesn't. Do they play football? Олар футбол ойнайды ма? No, they don't. Does he like jazz music? Ол jazz өлеңдерін ұнатады ма? Yes, he does. Енді тест тапсырмаларын орындап көрейік. Менің ағам әдетте таңғы асты кафеде ішеді. A. My brother usually have breakfast in a cafe. B. My brother usually has breakfast in a cafe. C. My brother has usually breakfast in a cafe. The second. Асқар ағылшынша сөйлейді ме? A. Does Asghar speak English? B. Does Asghar speaks English? C. Do Asghar speak English? And the last, мен жұмыс істеген жоқпын. A. I don't work. B. I do work. C. I doesn't work. Дұрыс жауаптарын дәптерлерімізге орындаймыз. Дәптерімізге берілген жаңа етістіктерді аудармасымен бірге жазып аламыз. Meet – кездесу, listen – тыңдау, walk – жүру, begin – бастау, show – көрсету, learn – үйрену, understand – түсіну, choose – таңдау. Your homework. Write down 5 affirmative, 5 negative, and 5 interrogative sentences with new verbs in present simple. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деген ойдамын. Thank you for your attention. Good luck and goodbye, guys.